Бәріне салам. Достар, бүгінгі біздің видеомыз бицепсті қалай шығаруға болатын видеоның екінші бөлімі. Достар, және бұл видеода сіздер бицепсті қалай жағдайында шығаруға болатынын көре аласыздар. Сонымен бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Достар, сіздер бицепске арналған жаттығуды жасамас бұрын, сіз бірінші трицепске жаттығу жасауыңыз керек. Себебі сіз бицепске жаттығу жасаған кезде трицепс оны ұстап қалады да блокқа түсіп тастайды. Сол кезде бицепстің максималды күш шықпайды және де ол максималды дамымайды. Ал сіздер егер де бицепсті тиімді әрі пайдалырақ, өзіңізге бицепске пайдалырақ жаттығу жасау керек болса, онда бірінші сіз бұлай 5 литр баклажкаға су толтырасыз да, сосын осылайынан жаттығуда жасайсыз трицепске. Бұл әрине үй жағдайына арналған жаттығулар. Осылайынан максималды трицепске жаттығу жасайсыздар. Одан кейін келесі кезекте бицепске жаттығу жасай берсеңіздер де болады. Достар, жаңа Дәуітті көрген шығарсыздар, қалай трицепсқа качка бергенін. Солай трицепсқа качка бергеннен соң бицепске качка беруімізге болады. Және бицепске качка беруге мынандай темір және 5 литрлік баклажка су толтырылған және құм толтырылған баклажка керек болады. Оны біз былай істейміз. Бірінші мынандай темірді аламыз. Оның ішіне осылай нені салып, асықпай бицепске качка беруімізге болады. Және оны кестеудің керегі жоқ, және қарап тұрған шығарсыздар. Мен істеген кезде бицепс қана қимылдауда, қараңыздар. Таза бицепске осылай качка береді. Және істеген кезде мынау жасаған кезде осылай істеу керек. Мынау қолдың үстіңгі жағы осылай денеде тұру керек, ал мынау астыңғы жағы болса қимылдау керек. Сол кезде бицепске өте жақсы күш істейді. Және осылай мысалы істеп болғаннан соң сіз қожы бицепсіңіз шаршап істей алмай қаласыз. Сол кезде сіздер ары қарай бицепсті соңына дейін до конца качка беріп салуға болады. Яғни добивать етуге болады. Ол сумен. Су қатты ауырмайды, бірақ сіз шаршап уже істей алмайтын кезде сізде ауыру сезілетін болады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоның соңында айтарымыз бар. Сіз егер де осы видеоны көріп отырып, материалдарды пайдаланып, бір аптадағы тренировкаңызды жасасаңыз болады. Достар, видеоның соңында айтарымыз, сіз өзіңіздің арманыңызға жету үшін өзіңіз және арманыңыз ғана болу керек басында. Сол кезде сіздер өздеріңіз армандарыңызға жетесіздер. Және қолда бар мүмкіндіктің бәрін арманыңызға жету үшін пайдалансаңыздар, армандарыңыз шындыққа айналады. Сонымен достар, видеомыз аяқталды. Сау!